Bugün söz туралы айтпақшымыз. Құран кәрімде Алла Тағала Ахзаб сүресінде «Ва иман келтіргендер, Алладан қорқыңдар және дұрыс сөз сөйлеңдер». Жалпы біз сөз сөйлеген кезде немесе қазір таңда әлеуметтік желілерде жазғанда дұрыс нәрселер жазуымыз керек. Адамға, адамзатқа не бұл дүниесіне пайдалы немесе ақыретіне пайдалы. Жақсы сөз жарымыз деген халқымыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам көп сөйлеген көп қателеседі дейді. Көп қателесу адамды күнәға ұрындырады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы хадис шарифінде кімде-кім тіліне ие болса, мен оған жұмаққа кіретіндігіне кепілдік беремін дейді. Халқымыз сөз дейді, бас жарады дейді. Бас жармаса, тас жарады деген. Сол үшін әрбір мынау айтқан немесе жазған сөздерімізге мән беру керек. Тағы бір пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис шарифінде адамдарды жақсылыққа шақыру немесе жаманшылықтан тыю. Ал бұның сыртындағы барлық басқа сөздер адамға зиянды деген. Имам Ғазали екі адам бір-бірімен кездескенде аман саулықтан кейін тіпті үйіндегі итіне дейін сұрайды дейді. Біріншіден оның мақсаты, ниеті соның итінің жағдайын білу емес дейді. Әйтеуір әңгіме болсын деп сөздің арасына қыстырып кетеді дейді. Бұл сөздердің барлығы адамға керек емес, зиянды сөздердің қатарына жатқызады. Олай болатын болса, біз өзімізге немесе өзгеге тек бұл дүниесіне немесе ақыретіне пайдалы егіз сөздер, жақсы сөздерді сөйлеуіміз керек екен. Немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам тағы бір хадисінде жақсы сөз сөйлеңдер немесе үндемеңдер деген.